Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 53-ші сабақта біз лепті сөйлем тақырыбын жалғастырамыз. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтап, тірек сөздерді пайдаланып мәтін жазуды үйренеміз. 10-шы жаттығуды оқы деді. Дүние деген не деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз, су деді үлкен балық. Дүние деген не деп ақ аюдың қонжығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су деді. Дүние деген не деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп, тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Балбұлақ журналынан. Осы мәтін не туралы дейді. Бұл мәтін дүниенің не екендігі туралы, яғни дүниені кім қалай түсінетіндігі жөнінде. Енді мәтінге ат қой дейді. Біз бұл жерде мәтінге дүние деп ат қойсақ болады. Енді мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта, содан соң өзің қорытынды жасап көр дейді. Бұл жерде мәтін кейіпкерлері, қараңдар, шабақ дегеніміз судағы балық, яғни ол үшін дүние, ол су. Одан кейін ақ аюдың қонжығы, ол суық жерде, ақ аюлар суық жерде өмір сүреді ғой, сондықтан ол үшін ол мұз алаңы, мұзды таулар. Ал енді бота, ол шөл даладағы түйенің баласы ғой. Шөл дала, құм, саз, сондықтан олардың әрқайсының ортасы әртүрлі. Әрбір тіршілік иесі өзі өмір сүретін аймақты тіршілік ортасы деп таниды. Сол үшін тіршілік ортасына байланысты түсінік те қалыптасады. Адамдар жер планетасында өмір сүргендіктен дүние дегеніміз біз үшін жердегі заттармен шектеледі. Енді мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдер теріп жаз деді. Бұл жерде дүние деген не деген сұраулы сөйлем, алақай дүние деген не екенін енді білдім деген леп белгі. Және де ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер деген сұраулы сөйлем. Енді 11-ші жаттығуда мақалдарды қатесі көшіп жаз, мәнін түсіндір дейді. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас дейді. Одан кейін су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі дейді. Бұл жерде бірінші мақалда бұлақтың бастауы тау, сондықтан таулы жерде міндетті түрде бұлақ болады. Құрақ дегеніміз көл немесе су жиегінде жайқалып өсетін балғын шөп. Демек сулы жерде міндетті түрде құрақ та өседі. Екінші мақалда су бар жерде ырыс береке бар. Еңбек еткен адамға кіріс кіреді, ризығы молаяды. Сол туралы. Одан кейін бізге судың пайдасы туралы әңгімелеп көр, су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер дейді. Судың пайдасы әрине көп, сусыз тіршілік жоқ, су тіршілік көзі. Ол біздің жердің барлық жерінде кездеседі. Ғарыш көгіне қарағанда жер көгілдір болып көрінеді, өйткені су ғаламшар бетінің 3/2 бөлігін алып жатыр. Суды қорғау өмір мен денсаулықты қоршаған ортаны қорғау болып есептеледі. Себебі табиғаттағы өсімдіктер мен жануарлар, тіпті адам жаратылыс біткен судың әсерімен тіршілік жалғайды. Су тіршілік нәрі. Енді судың тіршілік үшін қандай маңызы бар дейді. Және адамдар суды ластамас үшін не істеу керек дейді. Әрине, судың тіршілік үшін маңызын біз айттық, су бізде тіршілік нәрі. Өйткені біздің жерімізде, планетамызда судан тұрады 3/2 бөлігі, және адамның организмінде 65% судан тұрады. Сондықтан су біз үшін өте маңызды. Енді адамдар суды ластамас үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар. Қазіргі кезде су қоры жылдан жылға ластануда, оған енді әрине адамдар да бар, басқа да әсер етуші факторлар көп. Ең алдымен біз өзімізден бастауымыз керек. Негізі суды ластамас үшін өзендер мен көлдердің жағасында демалушылар суға әртүрлі қалдықтарды тастамау керек. Өндіріс барысында теңіздерге мұнай қалдықтарының төгілуін болдырмау керек. Су ластанған жағдайда суды тазалау мақсатында қолданылатын көптеген жаңа технологиялар бар. Яғни технологиялар химиялық, биологиялық, физикалық жағынан ластанған суларды тазартып отырады. Соларды көбірек қолдану керек. Және де суды тиімді пайдаланудың негізгі бағыттарының бірі қайта өңдеп пайдалану, жаңа технологияны қолдана отырып тазалау болады. Қазіргі таңда суды тазалаудың бірнеше түрлері бар. Мысалы термиялық, гидромеханикалық және де суды залалсыздандыру және тағы да басқа. Осылай, енді 12-ші тапсырмада суреттерге қарап, әр суреттің қай жылдың қай мезгілі екенін айт, өз ойыңды дәлелде дейді. Бірінші суретте әрине көктем болып тұр. Себебі ағаштар енді бүршік атып, айнала жасыл түске енуде. Екінші сурет ол жаз, себебі ағаштың жапырақтары шығып, гүлдер жайқалып тұр. Үшінші сурет ол күз, өйткені
күннің суығанның әсерінен ағаштардың жапырақтары сарғайып, шөптер қураған. Ал 4-ші суретте қыс себебі айналада әппақ қар ағаш жапырақтарынан айырылған. Енді қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз деді. Біз әрине өзімізге жаз мезгілі туралы жазайық, өйткені жазда бәріміз де каникулдамыз, бізге ұнайтын уақыт. Мысалы, жаз келді, күн шығып, дала жасыл кілемге оранып, әдемі гүлдер шығып жайғалуда. Балалар демалысқа шығып, ауылдағы ата-әжелердің үйлеріне барады. Күн сәулесі адам денесін ысытады. Көп отбасылар енді теңізге барады. Қалың киімдерін салып, жеңіл киімдерін шығарады. Далада көптеген шыбын-шіркейлер, көбелек, инеліктер шығады. Жаз өте ыстық болады, сондықтан отбасылар далаға жатады. 4 түлік малдар төлдейді, балалар қошақан, бота, күшік солармен күні-түні қызық көріп ойнайды. Жас балалар қолдарына ермексіз байланған жіп ұстап, инеліктерді ұстайды. Жазымызда осындай қызықтармен өтеді. Жаздан кейін желді жаңбырлы алай-түлей күз келеді деп жазсақ болады. Енді 13-ші тапсырмада суреттерге қарап әңгімеле дейді. Мына жерде аспан, жұлдызды аспан және планеталар, ғарыш туралы. Астында тақпағы да бар екен, аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Одан кейін ғарыш деген алыс бекен, ол да бізге таныс мекен деген екен. Енді осы жерге қандай сөйлем құрастырсақ болады? Ал су туралы су тірліктің өзегі, ақса болар өзені дейді. Орман туралы орман табиғат әулеті, аң мен құс әулеті. Одан кейін ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Жел соқса гүлдеп, кетер маңай дүрілдеп, жел туралы. Енді осы жерде тапсырма. Суреттің астындағы сөйлемдерді оқы, содан соң суреттерге қарап лепті сөйлемдер құрап көр дейді. Алдымен жұлдыз туралы бастайық. Жұлдыздар қандай жап-жарық, ғарыш сондай алыс, су неткен мөлдір, орман сондай жап-жасыл, ауа неткен тап-таза, бүгін жел сондай қатты деген леп сөйлемдер жазсақ болады екен. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.